Халайық видео қараудан бұрын көп рахмет сіздерге, мүдделеріңізді көрсетіп жатқандарыңызға, қарап жатқандарыңызға. Маған YouTube алгоритмі бойынша өте маңызды үліпіл басып жіберсеңіз астынан және маған тіркелсеңіздер, маған өте үлкен көмек болады. Өйткені мен бұл контентті монетизация жасағым келеді, яғни ақша алғым келеді бұл контенттен. И маған үлкен демеу болады, егер сіз үліпіл, яғни лайк басып кетсеңіздер және тіркеліп кетсеңіздер және қоңырау батырмасын басып жіберсеңдер. Сонда сізге хабарлама келіп тұрады менің видео салынған кезде. Көп рахмет және қаралымыңыз жағымды болсын. Серген? Бұл кісі Дубайдан келген екен, сол жақта тұрады. BDCD кафеде отқан кезде кездестірдім. И сұрақтар қоя салдым, температурасы туралы, өйткені қазір мен қарағам ғой, қарап жүремін ғой, мен 40-45 градус, Дубай, Сауд Арабия, бұл kadar жақта. March, giving money to put AC in the room because it's very cold. Oh, really? What's the temperature in September? Morning, 8 o'clock, till 5 o'clock, 6 o'clock in the evening will be 41. After 6 o'clock will be reduced to 37, 36. So you can walk in the evening? In the evening is okay? You can walk, you can bike. Окей, шошо отырмын, шынды айтсам, қатты ыстық дейді, қауіпті дейді. Мен сен білмей отырмын, өйткені мен қаражатым жеткілікті емес та. Осылай жүре беруге, Тбилисиде қалуға, мысалы күтіпті, немесе Арменияда ұзақ болғым да келмейді. Көреміз енді. Бірақ Иранда тек қана максимум 2 апта бола аламын, өйткені виза. Одан кейін маған болуға болмайды. Демек, білмеймін, өйткені Дубайдан кетсем де басқа елдер дәл солай, Оман, тура сондай климат, Сауд Арабияда дәл сондай. Кішкене қорқып тұрмын, кішкене емес, қатты қорқып тұрмын. Бұл кісі Дубайдан маған бүкіл ақпаратын айтып берді. Түнде де қауіпті болады, ұйықтауға болмайды, ешқай жерде автостоппен жүруге болмайды, ешқай жерде. Осындай Түркиядан мен сияқты автостоппен жүретін жігіттерді кездестірдім. Merhaba. Sizler ne yerlerde oldunuz? Türkiye, Gürcistan. Gürcistan, Batu, Tiflis. Aha, Buradan Ermenistan'a. Sonra İran'a gidiyorsunuz. İran'dan birkaç şehire gezip oradan Türkiye'ye. Türkiye. Осы 4 елді аралап шыққан екен, университетте оқитын балдар. Yaşlarınız нешеде? 27. Okey. Çok büyük. Benim yaşım 22. 4 günde yaşım 23 dolar. 4 doğan günüm. Thank you. Мінекей, тұрмыз. Мінекей, өткізу нүктесіне келдік, пунктқа. Гүржістан, Сакартвело аман есен шығарды. Мынау өзен 2 елді бөліп тұрады. Мынау Гүржістан, мынау Армения. Арменияға қош келдіңіз. Сондай әдемі дала. Ал, қараңдар қандай келді. Ереванның орталығы. Әне мұнарасы әлбетте әр Совет одағының қаласындағыдай. Деген Арарат деген коньякты. Осындай келген сас деген футбол. Қандай дайын болғандар бар? Танытағандарын. Суши, барбекю, сауна. Осындай кәдімгідей молда жүрген сияқтысың, бірақ негізі ол далада болмады. Керемет, а?
are these people? Демешек тұрады жақта әлде бірдеңе қаламау деймін. Мен саябақта ұйықтайтын жерде жүрмін. Кішкене қиындау. Күн күркіреп жатыр. Найзағай ұрып. Уах! Мынаны сіздерге көрсету мәжбүрмін. Мынандай қалдырылған үй, да заброшка. Яғни үй күн күркіреп жатыр. Жаңбыр жауып жатыр. Осындай бір саябақтан қасындағы бір осы ғимараттың кезіндегі орны и найзағай ұрып жатыр. Ұршайшы енді видеоға. Иттің баласы. О, мынаны қара. Мынандай братандар. Кішкентай ұлулар. Шұңғылшаларымен жаңағы шөптерге бекітіліп алған. Өкс базар жоқ. Менің шатырым дайын. Ішін көрсетіп жіберейін ба. Осындай ұйықтайтын жер, менің үйім, менің киіз үйім, бұл үшін көшпенді Райымбектің мына жерде орналасқан. Мен тұрбамда мындай әдейі қабымен жоқ қойдым. Мінекей қорғанып тұр. Бүйтіп қарағанда ештеңе көрінбейді. Мына жерден жалпы өтіп кетейін. Былай қарағанда да көрінбейді екен, базар жоқ. Райымбек молодец, Райымбек жарайды. Каскад комплекс. Қазір көрсетемін. Бұл Ереванның көшелері. Арбаттың ар жақта жағы. Қыздар ұлттыр. Қыздар жүр. Және міне. Мынау каскад. Және мен қара апгрейд бар. Қараңдар. Селфи, таяқ сатып алдым. Мінекей каскад. Осылай. Окей, біз өйстіп барамыз желер. Баратырмыз. Каскад комплекс. Ең үсті. Және опа, мына қараңдар. Жүзгендер, жүзушілер. Ал қалайық, біз Ереван қаласындамыз. Ана жерде негізі Арарат тауы көріну керек еді, Түркиядан. Бірақ осы жол жоқ. I'm in Armenia. What the fuck am I doing in Armenia? It's crazy.
мынаны қараңдар. Бұл көше осылай дөңгелек болып кете береді. Бүйтіп дөңгелек болып. Сіздің картаны салам, көресіздер. Қызық. Демек, осы бір көшемен жүре берсең, тура осы жерге келуге болады. Кейде осылай жүре берсең. Екі жаңа айтқандай, мына жерден жақсырақ көрінеді екен. Былай и былай. Ал халайық, метроларына да келдік. Мінекей. Осындай жетондар. Иісі өте қызық. Ояудың ешат. Және міне достанция орысшасы бар. Мынау болған елдерінің ішінде Алматының метросының ең ұзайтын. Йоу, мына қараңдар. Кәдімгідей илеу болып құмырсқаларға арналған. Менің ең үлкен қорқынышым өз өмірімнің 10-20 жылын осындай бір кішкентай, яғни бір тесік үшін, граниттің қорабы үшін өткізген. Мына қараңдар. Ал біз бұйырса Иранға қарай қозғаламыз. Тас кішкенеден кейін тамақ ішіп алып, бірақ Армения, Ереван туралы не деп айта аламын? Өте бағалау төмендетіп тастаған ел. Негізі ол керемет. Маған өте ұнады. Мен шынымды айтсам, мұнда тұруға болатын еді. Бір мысалы мен орыс болсам да соғыстан қашып, сондай бірдеңе болғанша, мынандай керемет ел. Менің ойымша күшті. Қыздары да өте әдемі, адамдары өте андай мейірімді, тыныш, да андай жүрген жоқ көбінесе. Керемет, шынымды айтсам, мына сас фудкорты өте қатты ұнап қалды. Шетелдіктер кейбіреулері бар. Жалпы күшті и ең бастысы зайырлы мемлекет. Ешқандай дін жағынан сен кім болсаң да, мұсылман болсаң да, христиан болсаң да, буддист болсаң да, жалпы тыныш, керемет. Былай андай ғой айтсаң, көптеген мұсылмандардың елдерінде сен қалай болса да, айтса да, ешкім шектетпейді деген сияқты, сонда да сен сол мұсылмандарға қарап, өз өмір салтыңды өзгеру мәжбүрсің. Ал зайырлы мемлекеттерде менің ойымша жақсырақ. Өйткені мында сен мысалы, мен мысалы қазір Иранға барам да, Иранда мынандай шортимен жүруге болмайды. Мен міндетті түрде шалбар сондай кию мәжбүрмін күн сайын. Сонда бұл дейтін қоғам маған итермелеп жатыр. Мынаны істеме, мынаны істеуге болмайды деп. Киімім жөнінде. Сондықтан менің пікірім Ереван күшті. Керемет. Мінекей осындай ақшалары бар екен. Мына осы да 50 мың, $100 астам. Я Казахстан. Он доставал до полиция станции. Да, я путешественник. Первый раз полиция меня забирает. Спасибо большое. Өйстіп, бізді полициядан барды, базарок, автостоппен полиция.